Ерлік ешқашан ұмытылмайды. Қордай жерінен шыққан Кеңес одағының батыры Николай Никонорович Белашов Мәскеу түбіндегі шайқаста ерлікпен қаза тапқан 28 панфиловшының бірі. Бүгінде батыр рухына көрсетілген құрмет оның ұрпағына жасалған қамқорлықпен жалғасуда. Аудан әкімі осы жылдың ақпан айында ардагердің қызына жаңа үйдің кілтін табыстаған болатын. Бұл жай ғана баспана емес, өткенге деген құрмет, ерлікке деген тағзым. Ел үшін жанын қиған әкенің еңбегі ешқашан ұмытылмайтынын көрсететін нақты іс. Ал оның ұрпағына қамқорлық жасау біздің ортақ парызымыз. Николай Никонорович Белашов 1911 жылы Қордай өңірінде дүниеге келген. Соғыс жылдары Панфилов атындағы 316 атқыштар дивизиясының құрамында майданға қатысып, 1941 жылдың 16 қарашасында Мәскеу түбіндегі қанды шайқаста ерлікпен қаза тапты. Ол тарихта қалған 28 панфиловшының бірі. Ерлігі үшін оған Кеңес одағының батыры атағы берілді. Бүгінде батырдың есімі туған жерінде ұлықталып, ел жадында сақтаулы. Он веселый был, везде работал, безотказно. Хоть и кузнецом был, молодец был отец. Қордай ауданында ардагерлер мен тыл еңбеккерлеріне құрмет көрсету дәстүрі үзілген емес. Алайда батыр ұрпағына осындай нақты қолдау көрсетіліп, баспаналы болуы ерекше бастама деуге болады. Аудан әкімінің бұл қадамы ел ішінде жылы қабылданып, көпшілік тарапынан ризашылыққа ие болды. Себебі осы уақытқа дейін батырдың ұрпағына мұндай деңгейде көңіл бөлініп, нақты көмек көрсетілген емес. Бұл тарихи ерлікке деген құр сөз емес, нақты іспен көрсетілген құрмет. На нас внимание не обращает ничто. Только спасибо Акиму районному и этому Акиму, они нам помогли дома. Бедзаку, нашему районному Акиму, он нам подарил дом с сыном. Спасибо ему, дай Бог ему здоровья. Қордай аудандық әскери комиссариятының дерегіне сәйкес, Ұлы Отан соғысы жылдары ауданнан 10.734 адам майданға аттанған. Оның 4.000-нан астамы соғыс таласында қаза тауып немесе хабар ошарсыз кеткен. Соғыстағы ерлігі үшін жүздеген қордайлық орден медальдармен марапатталды. Ал Николай Белашов сынды батырлардың есімі ел тарихында мәңгі сақталады. Бүгінде олардың ерлігіне тағзым ету кейінгі ұрпақтың қасиетті парызы. Айгерім Қожабайқызы, Нұрали Абилы, Қордай 24 Ньюс.